Ассаламу алейкум достар, қалайсыздар? 2022 жылы Госзакупа порталындағы өзгерістер жайлы бүгін толық айтып берейін деп шештім. Ең бірінші өзгеріс ол Госзакупа порталында бұрын бір тендерді ұтып алып келісім шарт жасаған уақытта біз сол келісім шартты қамтамасыз ету үшін 3% төлейтінбіз. Яғни ол обеспечение исполнение договор дейді. Осы 3%-ды бұрын біз өзіміздің ИП-міздің счетынан келісімшартта көрсетілген счетқа аударатынбыз. Ал енді 2022 жылдан бастап оны электронный кошелекте, яғни Госзакупа порталында сіздің жеке кабинетіңіздегі электронный кошелек арқылы төлеуге жағдай жасалды. Ол өте жақсы бастама. Одан кейінгі өзгерістің бірі ол из одного источника, яғни бір көзден сатып алуды мүлдем алып тастады. Госзакупа порталы арқылы из одного источника путем прямого заключения договора деген болмайды, бірақ бір-екі жағдайда ғана болады. Оны қазір айтатын боламыз. Ол қандай жағдай? Біріншіден 3000 МРП-дан аспау керек, 9 миллион теңге, 9 миллион шемті аржанды тиын бар, 9 миллион теңгеден аспау керек, бірақ ауданның, ауылдың және маңызы бар қаланың әкімдіктерінің аппараттары ғана бір жылдық договорларды жасай алады осылай. Бір көзден жасай алады. Яғни из одного источника тек қана ауылдың, аудандың және маңызы бар қаланың әкімшілігінің аппараттар ғана жасай алады. Яғни мектеп, аурухана, военный час, салық комитет деген олар жасай алмайды из одного источника. Сондықтан тек қана ауыл аппараттар ғана бір жылдық договорды 9 миллионға дейін ғана жасай алады. Одан кейін тағы да бір из одного источника жасаудың тағы да бір рұқсат етілген екінші түрі ол егер бір тауарға ешқандай конкурент болмаса, яғни бір тауарды тек қана бір адам ғана сатады. Бір тауарды, работа, услуганы тек қана бір адам ғана сататын болса, ешқандай конкурент болмаса, онда сол адаммен, сол сататын адаммен прямой договор жасай салды. Ол мысал үшін не? Мысалға, электроэнергиясын тек қана Кигок қана сатады. Басқа ешкім электроэнергиясын сата алмайды. Енді оны тендер қылып жариялаған күннің өзіне оған Кигок қана қатысады. Басқа ешкім қатыса алмайды. Өйткені электроэнергияны тек қана сол сатады. Сол үшін Кигок пен прямой из одного источника бір көзден договор жасай салады. Одан кейін тағы да бір услуга бар, мысалы үшін поверка бір инструменттерді немесе бір сондай бір средство измерения, өлшем құралдарын поверка жасайтын тек қана NACEX бар, сол ғана соны жасай алады. Сол үшін сонымен прямой договор жасай алады. Одан кейін топырақтың, судың жаңағы құнарлығын, жаңағы судың азаю, көбеюін, желді өлшеу деген услугаларды тек қана Қазгидромет қана жасай алады. Басқа ешкім жасай алмайды. Сол үшін сонымен прямой договор жасай салады. Осындай жағдайда ғана из одного источника жасауға болады. Ал енді өздеріне керек тауарды, работа, услуганы из одного источника қалай алады? Оны ала алмайды, оны тек қана О-маркет порталы арқылы ғана сатып алады. Электронный магазин арқылы. Оны қазір көрсетемін сіздерге. Так, одан кейін тағы бір өте үлкен өзгерістің бірі бұл ценовое предложение, яғни баға ұсыныстар арқылы сатып алуға демпинг қою. Яғни бұрын біз бір тендерге бір баға берсек, бізден де төмен қылып біреу ұтып алатын. Оны қалай ұтып алды деп уайымдайтынбыз. Қазір төмен беруге болмайды. Демпинг деген нәрсе бар. Демпингті 30% демпинг қана болады. 30% деген сөз, сіз 30%-тен ғана төмен түсіре аласыз, басқа баға бере алмайсыз. Ол туралы келесі видеоларда немесе біздің арнайы жасалынған авторлық сабақтарымызда толық түсіндіріп беретін боламыз. Одан кейінгі өзгерістің бірі бұл осы ценовой предложение. Бұрын тек қана 4000 МРП-ға дейін ғана ценовой предложение объявлениелер шығатын. Ал қазір соны 8000 МРП-ға ауыстырды. Ол деген сөз 8000 МРП деген сөз 24 теңге. Яғни бір жылда бір товарды тек қана 24 миллион теңгеге дейін ценовой предложение арқылы сатып алады. Мысалы үшін, жылдың басында 15 миллион теңгеге мынандай парта сатып алса, ценовой предложение арқылы, жылдың соңына қарай немесе ортасында тағы да бір 20 миллионға ценовой предложение арқылы
парта сатып алуына болмайды. Түсінікті ма? Тек қана ол 9 миллионға дейін ғана сатып алады. Өйткені 24 миллионға дейін рұқсат етілді, қалғаны рұқсат етілген жоқ. Яғни 8.000 МРП деген осы. Так, одан кейінгі өзгерістің бірі ол сіз келісімшарт жасағаннан кейін бір заказчикпен бір ЧС-ке байланысты, яғни төтенше жағдайға байланысты тауарыңызды алып келе алмасаңыз, тауарыңызды жеткізуге мүмкіндік болмай қалып жатса, яғни өткендегі елімізде митингке байланысты сондай жағдайлар болса, сіз келісімшарттағы жеткізу мерзімін, яғни 15 күннің ішінде жеткізу керек болатын болса, соны ары қарай соза аласыз. Ол рұқсат етілген. Созғаннан кейін оған пеня жүрмейді. Түсінікті ме? Осындай өзгерістер болды Госзакуп порталында. Бұл өте жақсы өзгерістер. Бұл өзгерістер неге алып келеді? Тендерге қатысушылардың сапасының жоғары болуына алып келеді. Коррупцияның жоқ болуына алып келеді. Енді бұрынғыдай жаңағыдай тендерлерді өте төмен бағада ұтып алуға болмайды. Енді қатысушылар азаяды. Азайса да тек қана качественный, яғни сапалы поставщиктер ғана ұтып алады оны. Ұтып алғаннан кейін соны жеткізіп беретін поставщиктер. Одан кейін сол поставщиктерге, яғни сіз бен біздерге ИП-ТО ашып, тендерге қатысушыларға өте жақсы жағдайлар жасалынған. Тікелей жаңағыдай тауар сату арқылы, қызмет көрсету арқылы бұл бізге де өте жақсы мүмкіндік. Сол үшін егер тендерді істемей жүрген болсаңыз, істей алмай жүрген болсаңыз, биылғы өзгеріс көп адамға көп ақша алып келетініне мен сенімдімін. Сол достар, егер тағы да бір өзгерістер Госзакуп порталында осындай бір өте маңызды өзгерістер болса, біз міндетті түрде сіздерге айтатын боламыз. Біздің каналдарды, біздің видеоларды, біздің әлеуметтік желідегі каналдарды, парақшаларды қарап бақылап отырыңыздар.